Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дастарханның сәнін ашатын, оңай әрі тез дайын болатын салаттың рецептімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керегі цветная капуста, оны жақсылап жуып алып, осылай бөліктерге бөлеміз. Одан кейін қайнап тұрған ыстық суға тұз салып, 5-7 минут қайнатып аламыз. Одан артық қайнатпаңыздар, өйткені ол езіліп кетуі мүмкін. Мен 5 минут қайнаттым, осылай сүзіп аламыз, одан кейін мұздай суға салып аламыз. Одан кейін керек бізге перец, перецтің 2 түрін қолданамын, қызыл және жасыл. Осылай видеода көрсетілгендей тураймыз. Одан кейін керегі помидор керек болады. Помидорды да жеуге ыңғайлы болатындай қылып турайсыздар. Қиярды да осылай тураймыз. Және сәбіз керек болады. Сәбізді теркадан өткізіп аламыз. Енді турап алған көкөністердің барлығын бір ыдысқа жинаймыз. Және петрушка укроп қосамын, оны жақсылап жуып осылай турап аламыз. Оны ыдысымызға саламыз, және бізге керегі паприка, қара бұрыш және чеснок. Осылай майды қыздырып барып, чесноктың үстіне құямыз, одан кейін жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер ұнап жатса, маған лайк баса кетіңіз. Рахмет, сау болыңыздар.